Бәріңізге сәлем. Бүгін осындай колбаса қосылмай жасалатын оливье салатын дайындаймыз. Бірінші қайнатылған картоп, сәбіз және жұмыртқаны қабығынан ажыратып аламыз. Сосын картопымызды жіңішке етіп, әртүрлі көбектерге бөліп турайтын боламыз. Көлемі қатты үлкен немесе қатты майда болып кетпеуі керек, орташа көлемді етіп турап шығасыздар. Сосын сәбізді де дәл солай, содан кейін жұмыртқаны да дәл солай турап шығамыз. Сосын осындай банкадағы горохты қосамыз. Горохтың жартылай суы төгілген болуы керек. Содан кейін шым-шым тұз қосамыз және де майонезді көбірек етіп қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Мен бұл салатты көп адамға жетерлікті етіп жасадым. Сіздер мен айтқан мөлшердің дәл жартысын қолданып салатты жасасаңыздар болады. Біз әрдайым осылай колбасасыз жасаймыз, өте дәмді болып шығады. Осымен салатымыз дайын. Сіздермен бірге болған Айнура, назарларыңызға рахмет.